Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен осы видеоны соңына дейін көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз өзіңізге келетін мына 7 пайданы білесіз бе? Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сияқты кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Расында, қай ғасырда да болмасын, кітаптың алатын орны ерекше. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама қазіргі күнде технологиялар шығып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітаптың орнын алмастыра алмайды. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Мен бүгін сіздерге кітап оқудың 7 пайдасын тізбектеп айтатын боламын. Өзіңізге керек жерін жеке блокнотыңызға жазып, немесе есте сақтап қалыңыз. Бірінші пайдасы кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Екінші пайдасы кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады, яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлайды, тез қорыта алады. Үшінші пайдасы кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға үйретеді. Төртінші пайдасы кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі болып табылады. Бесінші пайдасы кітап оқу бұл адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Алтыншы пайдасы кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Жетінші пайдасы кітап оқу адам бойында бұғып жатқан шығармашылық қабілеттерді дамытады, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға үйретеді. Ал достар, каналым ұнаса, осы ақпарат сізге пайдалы болса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.